Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 3-ші сынып 83-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Сабақтың тақырыбына мән береміз. Біз кәдімгідей бөлуді емес, қалдықпен бөлуді орындаймыз. Бірінші тапсырма: есептерді шығарыңдар. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 6-дан салды. Қанша қорап қажет болды? 18-ді 6-ға бөлеміз. 3 қорапқа теңдей салынады. 6-6-дан. Бұл жерде 18-ді 4-ке бөлетін болсақ, 4 қорапқа бөлетін болсақ, 4-ден және бізде 2 қалдық қалып кетеді. Қораптан сыртында бір қызыл және бір көк 2 доп тұр. Сол қалдық болып есептелінеді. Енді тапсырмаға көшетін болсақ, суретін салып есептерді шығар. Ағайынды 2 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді? Енді біз 10-ды 2-ге бөлеміз. 10-ды бөлеміз 2-ге, тең болады 5. 2 балаға 5 жаңғақтан тиеді екен. Келесі тапсырмасы: ағайынды 3 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру қажет. 10-ды 3-ге бөлеміз. Бұл жерде 10-ды бөлеміз 3-ге, тең болады 3 және 1 қалдық. Келесі: ағайынды 4 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Енді бұны 10-ды бөлеміз 4-ге, тең болады 2 және 2 қалдық. Нәтижеге қ деп қойсаңыздар болады, қалдық. Келесі тапсырма: кестені дәптеріңе сызып, оны толтыр. Бұл жерде өте оңай. Шырша ойыншықтары әр қорапқа 6-дан салынды. Қанша қорап қажет болатын және қанша ойыншық қалатын анықта. Қалдықпен бөлу. Бұл жерде көрсетілген міне 13-ті 6-ға бөлеміз. 2 қалдық, 2 және 1 қалдық. Енді 15-ті 6-ға бөлеміз. 15-ті 6-ға бөлсек, 2 қорап, 3 қалдық қалады екен. 3 қалдық. Мына жерде 3 қалдық. 19-ды 6-ға бөлеміз. 19-ді 6-ға бөлеміз 3, 1 қалдық. 22-ні 6-ға бөлеміз. 3, мына жерде 4 қалдық. 23-ді 6-ға бөлеміз. 3, 5 қалдық қалады екен. Келесі тапсырма: есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Сен өзіңді кәдесыйлар дүкенінің сатушысымын деп есепте. Әр саяхатшы сенен 4 түйеден және 5 киіз үйден сатып алды. Егер кәдесыйлар дүкеніне 30 саяхатшы келген болса, сен қанша кәдесый саттың? Енді сіздерге көрсетіп тұр, 4 түйе және 5 киіз үй деп тұр. Екеуінің қосындысы 4 қосу 5 тең болады 9. Енді осы 9-ды көбейтеміз 30 саяхатшыға, тең болады 270. Барлығы 270 кәдесый сатылған екен. Келесі тапсырма: 5-ші тапсырма: қалдықпен бөлуді орында және оны тексер. 30-ды 4-ке бөлеміз. 7, 4 қалдық. Жақшаға алып қоямыз. 10-ды 3-ке бөлеміз. 3, 1 қалдық. 35-ті 6-ға бөлеміз. 5, 5 қалдық. Жақшаға алып отырамыз. 20-ны 7-ге бөлеміз. 2, 6 қалдық. 60-ты 9-ға бөлеміз. 6 және 6 қалдық. 69-ды 8-ге бөлеміз. 8, 5 қалдық. 50-ді 8-ге бөлеміз. 6, 2 қалдық. 17-ні 3-ке бөлеміз. 5, 2 қалдық. Келесі соңғы тапсырма: амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Бұл жерде бірінші жақшаның іші орындалады. Содан кейін барып жақшаның сыртындағы санға
алынады, бөлінеді, болмаса қосылады немесе көбейтіледі. Жақшаның сыртында қандай амал берілген, сол амалмен орындалады. Мен сіздерге тек мәнін айта кетейін. Бірінші есептің мәні 292, келесі есептің мәні 660, келесі есептің мәні 674, келесі 847, келесі 79, келесі 562. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.